Alhamdulillah, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма бағд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, қадірменді тыңдармандар. Алла субханаху ва тағала адам баласын жаратқанда оны нәпсімен бірге жаратты. Бұл нәпсі жалпы ғалымдарымыз нәпсінің тәрбиелеу керек екендігі жайында көп-көптеп дәлел дәйектер келтіреді. Құран кәрімде де бұл нәпсінің мәртебелері жайында бірнеше мәртебесін көрсетеді. Нәпсінің тәрбиелеу бұл тәзкиятун нәпс немесе тәрбиятун нәпс деп аталады. Яғни нәпсіні, жан дүниені тәрбиелеу. Нәпсі деген сөз Құран кәрімде жан, рух, жүрек секілді мағыналарға келген болатын болса, ал енді нәпсін тәрбиелеу деген бұл іліммен, дінмен, тақуалықпенен, алған білімменен амал ету, іске асыруменен ғана болатындығын жайында осылайша анықтамалар береді. Нәпсінің өзіндік 7 сатысын айтады. Кейбір ғалымдарымыз 8 сатысы бар деп келтіреді. Бұлар нәфсул әммара, әрдайым әмір ететін нәпсі. Нәфсул ләввама, жамандыққа жетелейтін нәпсіден бір саты жоғары дәрежесі. Үшіншісі нәфсі мулхима, илхам ала бастаған нәпсі. Нәфсі мутмаинна, орныққан, жай тапқан нәпсі. Ары қарай нәфсі мардия, нәфсі радия, нәфсі кәмила, нәфсі сафия деп осылайша ғалымдарымыз Құран кәрімдегі, хадистердегі аяттардан шыға отырып, осылайша бөлімдерге бөлген екен. Нәфсі әммараға келетін болсақ, Құран кәрімде Алла субханаху ва тағала Юсуф сүресінің 51-ші аятында «Иннан нәфсә ләәммаратун биссу». Шындығында нәпсі әрдайым жамандықтарға не істейді? Әмір етеді. Дей отырып, бұл нәпсі әммараның жамандықтарға, адамды күнәлі істерге, Алла сақтасын қылмыстарға да жетелейтіндігін, осылайша әмір ететіндігін Құран кәрімде біздерге білдіріп отыр. Шындығында да нәпсі әммара бұдан өте қатты сақтануымыз керек екен. Бұл әрдайым адамды өз жүгеніне алып, тұр, отыр, ұйықта, не қыласын жатасысай, бір ішкеннен ішіне сақылмайды, бір қарағаннан ішіне сақылмайды, бір нәрсесін алғаннан ештеңе өзгермейді деген секілді адамды біреудің хақ құқықтарына қол сұғушылық деген секілді күнәлі әрекеттерге әмір ететін болса, тіпті өзін де жалқаулыққа, жатып жерге деген секілді осындай дүниеде өз-өзін кері тартуына себепкер болатын нәпсі екен. Адамдардың, жалпы адамзат баласының ең көпшілігі осы нәпсі әммарадан арылмағандықтарына байланысты, не жалқаулықтан кедейлік өмірге, әлеуметтік жағдайы төмендік өмірге салынып жатқан болса, ал енді кейбірлері бұл нәпсінің қалауыменен ішкілікке, құмар ойындарға, жаманшылыққа, біреудің хақ құқықтарына қол сұғушылыққа, тіптен адам өлімдеріне дейін деген секілді осындай үлкен қылмыстарға барып жатады. Сондықтан да Атаулла әл-Искендари деген үлкен ғалымымыз былай деп айтқан екен. Асылында сен нәпсіңнен қорқ. Өйткені нәпсі сен қабірге барғанға дейін сенің қасыңнан айырылмайды. Ал шайтан болса, Рамазан айында не істеледі? Шынжырланады. Бүгін міне Рамазан айына кіріп келе жатырмыз. Рамазан айында бір ай бойы шынжырланады, ал енді сол Рамазан айында бір ай бойы шынжырланса да, адамдарға азғыру, уәсвәсә беру деген секілді нәрседен
мүмкіншілігі берілмесе де, адамдар сол уақытта Рамазан айының кезінде де үлкен қылмыстар, неше түрлі күнәлі іс-әрекеттер жасап қойып жатады. Неліктен? Өйткені әбден жан дүниесі беріліп, үйреніп қалған нәрсені тәрк ете алмағандықтарына байланысты ол кісі не істейді? Соны істегісі келіп тұрғандығына байланысты соны істеп қойып, күнәлі іс-әрекеттерді жасап, қылмыстарға да Алла сақтасын барып қойып жатқан жағдаяттары бар. Сондықтан да ең әуелі сен өз нәпсіңнен қорқ деп Атаулла Искендери рахматуллахи алейх ғалымымыз айтқандай, бұл әммарадан құтылу керек екен. Бұл әммарадан құтылу шынайы Алла Тағаладан қорқу, тақуалықпенен болмақ. Ал одан кейінгісі нәфсіл лауама. Бұл нәфсіл лауамаға да Алла Субханаху ва Тағала Қиямет сүресінде «Ла уқсиму бин нәфсіл лауама» әрдайым өзін кінәлаған нәпсіге ант болсын деп бастап келеді аятта. Бұдан не істейді? Нәпсі әммарадан ол істеген іс-әрекеттерінің өте жиіркенішті екендіктерінен бас тартып, Аллах Тағалаға мойынсұна отырып, Аллах Тағалаға қарай бас иген нәпсі. Бірақ әлі де болса ол нәрселеріне құтыла алмағандықтарына байланысты бұл уақытта да не керек? Тәубе, истиғфарлар керек. Әрі қарай нәпсі мульхима дейді, нәпсі мутмаинна дейді, нәпсі радия, Алладан разы болған нәпсі, Алла да одан разы болған нәпсі, және нәпсі кәмилә, шынайы болған нәпсі, ол нәпсі Алланың сүйікті құлдарының жететін мәртебесіндегі нәпсі. Алла Тағаланың барлық істерінен разы болған, өмірден өзінің не үшін келгендігін мән мағынасына барған, құлшылықтарынан ләззат алатын, әрбір істеріне ләззат алатын дәрежеге жеткен кісінің дәрежесі болып табылады екен. Алланың сүйікті құлдарының дәрежесі. Ол кісілердің қарағаны парасаттылық, жүзіне қараған кезде несіне көресің? Тақуалықтың, салих кісінің, ғалым кісінің бейнесін көресің. Сондықтан да біздің Орта Азиядағы жалпы дүние жүзіндегі ғұлама ғалымдар өз нәпсілерін тәрбиелеу жолында қаншама жолдарды теңеген. Жолдарды қарастырған нәпсін тәрбиелеу жолында. Аз ішіп, аз күліп, аз жәндегі ұйықтап, әрдайым құлшылықтарменен және де көп зікір ете отырып, Алла Тағаланы еске ала отырып, түнгі уақыттарын 1/3-інде құлшылық тахажжуд намаздарын оқып, күндіздерін ораза тұтып, және де садақаларын беріп, осылайша нәпсілерін істеді, тәрбиеледі. Сондықтан да имам Ғазали рахматуллахи алейх ғалымымыз бұл нәпсіге байланысты Ихия улумуддин, Қимия саадат деген секілді, Мукашафатул құлуб деген секілді үлкен кітаптарды біздерге қалдырған. Және де осы имам Ғазали рахматуллахи алейх осы еңбектерінде нәпсіні тәрбиелеу әрбір мұсылман үшін парзул айн деп айтқан екен. Әрине енді ол кісінің өзінің пікірі, бірақ дегенмен де әрбір мұсылман кісі нәпсіні тәрбиелемейінше ақиқат жолдары, көздері ашылмақ емес екен. Сондықтан қадірлі жамағат, әрдайым бізді жамандыққа итермелеп, жалқаулыққа әмір етіп, неше түрлі өз болмысымыздан айырып, адамды хайуанат әлемінен де төменден түсіріп жіберетін осы нәпсіні тәрбиелеу жолын әрдайым көз алдымыздан өткізіп отыруымыз керек екен. Міне Рамазан айы кіріп келе жатыр. Бұл Рамазан айы нәпсіні тәрбиелеу ай. Нәпсіні аз ұйықтап, көп құлшылықтар, тарауихтарда тұрып, хатымменен намаз оқып деген секілді осы нәпсіні тәрбиелеп, келесі Рамазанға дейін осы Рамазан айында жинақтаған рухани күшімізбен, байлығымызбенен
Аллах Тағала жетуімізді баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анилхамдулиллахи роббил аламин.